Бүгін біз күнә жасауға соңғы қадам қалған сәтте шайтаннан құтылу жайлы әңгімелейтін боламыз. Бұны қалай түсінеміз? Шайтан сені күнә жасауға итермелегеннен кейін өзіңді басқара алмай қаласың. Сол сәтте, яғни соңғы минутта өзіңді күнәдан тыюға көмектесетін бір әдіспен бөлісейін. Бұл қандай әдіс? Шайтан сені тұзағына түсірген сәтте, яғни сені күнә жасауға азғырып, өзіңді басқара алмай қалдың делік. Күнәдан бас тартуға немесе осы жағдайдан шығуға күшің жетер емес. Өзіңді тұңғиыққа батып бара жатқандай сезінесің. Яғни, күнәдан қаша алмайтындай жағдайда тұрсың. Сонымен бұл әдіс өзіңді осы дәрменсіз жағдайдан құтқарудың соңғы жолы. Бұны мен табанды қарсылық деп айтамын. Бұл әдіс мен үшін және мен бөліскен көптеген адамдар үшін соншалықты пайдалы екенін дәлелдеді. Сондықтан мен бұны осы видеода бөліскім келеді. Оны көптеген семинарларымда айтқан болатынмын. Біз оны қолдануға тырысамыз және осы семинарларға қатысқан студенттерден алған пікірлерім керемет болды. Мен оны ойлап тапқан жоқпын. Юсуф алейхиссалам пайғамбардан алдым. Патшаның әйелі пайғамбарымыздың алейхиссалам зина жасауға шақырғанда, оның бұл жағдайды жеңіп шығу жолы таңғаларлық. Сонымен мен мұның астарындағы логиканы және табанды қарсылықтың не екенін түсіндіріп берейін. Негізінде кез келген күнә бір заттың рецепті немесе химиялық теңдеу сияқты. Барлық ингредиент бір-біріне әсер ету және әрекеттесу үшін бір жерде болуы қажет. Сонда олар түпкілікті нәтиже береді. Мысалы, рецептпен дайындалған тағам. Сондықтан егер сіз олардың біреуін осы рецептің маңызды немесе негізгі ингредиентін алып тастасаңыз, тағам жасай алмай қаласыз. Химиялық теңдеуде де негізгі ингредиенттің немесе реагенттің бірі болмаса, сіз соңғы нәтижені, яғни химиялық өнімді ала алмайсыз. Күнә да сол сияқты. Бұл жерде шайтан химик немесе бастық. Шайтан тағамын жасау үшін оған барлық ингредиенттер керек. Яғни химиялық теңдеуіне барлық реагенттің бар болуы қажет. Және бұл жерде ең маңызды ингредиент бұл сен. Себебі егер сен мұнда болмасаң, күнә жасай алмайсың. Яғни сен белгілі бір жерде орында болмасаң, күнә жасамайсың деген сөз. Сонымен сен басты ингредиентсің. Сондықтан шайтан сені басқа ингредиенттері дайын күнә жасайтын жерге әкелді. Солайша сен шынымен де осы күнәні жасауың мүмкін. Сонымен патшаның әйелі Юсуф пайғамбарды алейхиссалам зина жасауға шақырған кезде күнәнің жасалуына барлық нәрсе дайын тұрды. Ол жерде Юсуф болды, әйел болды. Олар оңаша қалған. Себебі әйел барлық есіктерді құлыптап, терезелерді жауып алған. Осылайша бұнда не болып жатқанын ешкім біле алмайтын. Және ең бастысы, Юсуф алейхиссалам оның қызметшісі еді. Әйел оған бұйрық бере алады және оған бағынуға тиіс болатын. Әйел Юсуф алейхиссалам пайғамбарды зина жасауға шақырған кезде, пайғамбарымыз алейхиссалам бірден айтты: "Мен бұл істі жасаудан Алладан пана тілеймін. Бұны жасап, маған сондай мейірімді болған Аллаға маған қамқор болып, жақсы қараған күйеуіңізге шүкірсіздік танытпаймын" деді. Сосын не істеді? Есікке қарай ұмтылды. Ол бұл жағдайдан табандылығымен шықты. Ол өзіне бұл туралы ойланып толғануға мүмкіндік бермеді. Ойланып көрейін, қалай болады екен? Мүмкін мен оған кішкене жақындап көрермін. Сосын күнәға әрі бармай тоқтаймын деген сияқты ойларға бармады. Ойын өшірді де тек бір нәрсе туралы алаңдады. Бұл жерден қалай шығамын? Осылайша ол басты ингредиентті алып тастады. Сондықтан мен бұны табанды қарсылық деймін. Яғни күнә жасауға қасарысу, күнәдан бас тарту. Ойыңа күнә келсе, сол жерден бірден кетуің керек. Сонда күнә жасай алмайсың. Себебі сен ол жерде емессің. Ингредиенттер жоқ. Сонымен өзіңді шайтанның тұзағына түсіп қалғандай сезінген кезде, өзіңді қосқанда күнәнің барлық ингредиенттері дайын болғанда, қара тұңғиыққа батып қалғанын соншалықты өзіңді ауыр сезінесің. Өзіңді басқара алар емессің. Сол кезде бар жасауың керек нәрсе ештеңе ойламау. Яғни күнәні ойлауыңды тоқтатып, өзіңе "Мен бұл жерден кетемін" деп айт. Ол жерден кетуге бар күшіңді сал. Қашсаң да болады. Юсуф алейхиссалам солай жасаған. Есікке ұмтылған, ал әлгі әйел оны қуған. Сонымен сен еш ойланбастан сол жерден, сол орыннан шығатын жолды қарастыр. Бар ойың қалайда сол жерден кету болсын. Есік бар ма? Болды, жүре бер. Бастысы сол жерден ойланбастан кетсең болды. Ішіңнен "Мен бұл жерден кетем.
мен бұл жерден кетем деп қайталасаң болады. Бұл нені білдіреді? Бұл санаңызда күнәні ойлаудан алшақтатады. Және осы күнәнің ләззатын ойлауды тоқтатуға көмектеседі. Осы сөздерді ішіңнен айту арқылы және физикалық қозғалу арқылы сол жерден табанды түрде кеткен кезде бұл күнәні жасамайсың. Ал сонда не болады? Тәжірибемнен және басқа адамдардан алған әсерлерден түсінгенім, күнәнің ең шарықтау уақыты болады. Шамамен 5-10 минут, тіпті кейде 1 сағат. Өзіңді күнә жасалатын жерден, аймақтан алып кетсең, күнәдан шамамен жарты сағат, мүмкін 1 сағат, кейде 5 минутта құтыласың. Қатты құмартуың, күнәні қалауың сол уақытта басылып қалады, өшеді. Азғыруға түспейсің. Ең әлсіз болған кезінде өзіңді қауіптен құтқара аласың. Ал енді күнә аймағынан кеткеннен кейін өзіңді басқаруың жеңілдейді. Міне, мен осыны табанды қарсылық деп айтамын. Күнә жасауға құмартып тұрған сәтте осыны байқап көріңіз. Бұл өте мықты әдіс. Бұны мен танитын көптеген адамдар қолданып көрді. Бұл тек оң нәтижесін берді. Кей адамдарға бұл әдіс әсер етпеді. Себебі олар оны жеңілдеу жағдайларда тәжірибеден өткізбеді, жаттықпады. Мен видеоларымда көп айтамын. Кез келген нәрсені бірінші жеңіл жағдайда жасап, тәжірибеден өткізіңіз. Сонда қиын жағдайларда сізге пайдасын беретін болады. Сізді құтқаратын болады. Осы видеоны көріп біткеннен кейін өзіңнің жиі күнә жасайтын жағдайыңды ойла. Күнә жасауға жақындап азғыруға түскен кезде күнә туралы ойларды күтпеген жерден тоқтатуға жаттық. Дәл мен айтқандай жасап көр. Физикалық түрде бар күшіңді жинап сол жерден, сол бөлмеден шығып кет. Егер бір ғимаратта болсан, ол жақтан шық. Мүмкін офис немесе жатын бөлмесі ме? Маңызды емес. Сол орыннан кетуің керек. Күнәдан қашуға жаттықсан, шынайы жағдайда оңай болады. Осылай 10 рет жасап көр. Осылайша сен жаңа әдет қалыптастыру үшін миыңда бағдарламалап қоясың. Бұл негізінен кез келген күнәға азғыратын ойларды тоқтату үшін керек. Сол үшін күнәні ойламай, ол жерден кетуге жаттыға бер. Қайталай бер, 40 реттей жаттық. Сонда бұл сенің болмысына айналады. Күнәнің алдын алудың өте жеңілдегенін байқайсың. Шынымен қиын жағдайға тап болған кезде өзіңді сол жерден алып кету оңайға түседі. Себебі сен көп рет күнәні ойламай, күнәдан қашуға жаттыққансың. Егер тәжірибе жасап көрмесең, бұл әдістің саған әсер ететіне кепілдік бере алмаймын. Себебі күнәнің тартылыс күші өте мықты болуы мүмкін. Сен өзіңді бұл жағдайдан сол орыннан алып кетуің қиындауы мүмкін. Бұл әдіс жас адамдарға, әсіресе порнография көретін жастарға өте жақсы әсер ететіні дәлелденген. Олар бұны өздері қалғанда көреді. Қолдарында әрқашан құрылғылары, телефондары, ноутбуктері бар. Олар оңаша қалғанда азаруға түседі. Бар жасайтының құрылғыңды сол жерде қалдырып, ол жерден кет, жүгір. Өзіңе, мен бұл жерден кетем. Менің күнә жасағым келмейді. Менің күнә жасағым келмейді. Мен Алладан қорқамын. Мен Алладан қорқамын деп айт. Осылай айта бер. Осылайша күнә ойлауыңды тоқтата аласың. Сосын сол жерден кетуге барыңды сал. Алладан көмек сұра. Досыңмен кездес, немесе телефонмен сөйлес. Күнәнің шарықтау уақытының басылуын күт. Содан кейін өзіңді басқара алатындай күйге түсесің. Осы айтқандарымды есіңнен шығарма. Сонда күнә жасаудан аман боласың. Иншалла, күнәнің тартылысынан құтылатын боласың. Сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер жасап көрсеңіз, басқалармен, достарыңызбен, отбасыңызбен бөлесіңіз, оң әсерді таратыңыз. Бұл көбірек адамды шайтанның азғыруынан, айла шарғысынан құтқаруға көмектесіңіз. Бұл өте қарапайым кеңес. Бірақ жоғарыда айтқанымдай, жеңіл уақыттарда жаттығып көрсеңіз, керек кезде қиын уақыттарда жәрдеміңізге жарайды. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лүпіл басуды, қажет болады деген барлық адаммен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеомызға дейін кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.